Осыны қысқартыңыз болды. Бұл есепті шығарудың екі түрлі тәсілі бар. Егер беретін болса, x орнына 1, y орнына -1 сияқты қойып шығара салуға болады еді. Бірақ бұл жерде жауаптар берілмеген, шығар жолын талдау керек. Сондықтан бұндай есептерді талдаған кезде міндетті түрде қысқарту керек. Мынаны мысалы үстін астына бөлшектеп бөлсе болады. Бірақ енді бұндай есептерді әрине бөліп отырған, бағандап бөлген өте қиын. Сондықтан бұл есепті қысқаша көбейту формуласы арқылы шығару өз көзінен көрініп тұр. Яғни x-дің 4 дәрес дегеніміз x-дің квадрат екенін көрініп тұр. Мынау x квадрат, y квадрат деген x, y-дің квадрат екенін көрініп тұр. Және y-дің 4 дәрес y квадраттың квадрат екенін көрініп тұр. Сондықтан мына үстіндегі өрнекті екі өрнектің қосындысының квадратына келтіреміз. Қосындысының квадратына келтіру үшін бұл өрнекке бізге мына жерге 2 еселенген x квадрат, y квадрат жетіспей тұр, иә? Және y-дің 4 дәресі. Сонда бізде алымы x квадрат, y квадратқа артып кетті. Сондықтан оламызды кеміп тастаймыз. Қосқан нәрсемізді алып тастаймыз қайтадан. X квадрат, y квадрат. И бөліміне өзін жаза саламыз. X квадрат минус x, y қосылған y квадрат. Сонда бізден алғашқы үш өрнек, мына үш өрнек, екі өрнектің қосындысының квадратына келді, иә? X квадрат қосылған y квадраттың квадраты және минус мынаны x, y-дің квадрат деп ойлай салуға болады. Бөлімнің өзін жаза беремін. X квадрат минус x, y қосылған y-дің квадраты. Алымы бізде келді тағы да қысқаша көбейту формуласына. Яғни a квадрат минус b квадратқа саламыз. Сонда болады x квадрат плюс y квадрат қосылған x, y. Келесі жақшада x квадрат қосылған y квадрат азайтылған x, y. Бөлімнің өзін жазам. X квадрат азайтылған x, y қосылған y квадрат. Тең, мына өрнектер тең қысқартып тастаймыз. Сонда мына өрнек қана қалады екен. Жауап осы болады. X квадрат қосылған x, y қосылған y квадрат. Мына осы жауап болады екен. Бұл жерде біз функцияның анықталуысын табу керек болғандықтан әр функцияны жеке-жеке қарастырамыз. Біз білеміз, функцияның анықталуысын табу үшін біз x-ке байланысты кедергілер алып тастаймыз. Кедергілердің бірнеше түрі бар. Бірінші кедергі түбір тұрса астындағы жұп дәрежелі түбір, иә? Жұп дәрежелі түбір тұрса астындағы өрнек теріс болуға болмайды. Оң емес, теріс емес болу керек. Оң десек тек қана үлкен нөлден, иә? Бізде үлкен емес тең болу керек. Екінші бөлшек болса бөлімнөге тең болмайды. Үшіншісі логарифм. Логарифмді білеміз. Балағындағы өрнек және ішіндегі өрнек аргументі оң сан болу керек, және балағындағы өрнек тең емес бірге болу керек. Және арккосинустың өзінің анықталу облысы бар. Міне осы үшеуісін қарастырамыз. Бізде бұл жерде үш кедергі де бар. Бірінші кедергі бізде арккосинус, арккосинустың мәндер облысы, керісінше анықталу облысы -1 мен +1 арасын жатады. Екінші кедергі ол бізде бөлшек. Мына түбір бізде кедергі емес, себебі тақ дәрежелі түбір, сондықтан бұл ешқандай кедергі жоқ. Бұл бөлімде тұрғандықтан бөлімнөге тең емес деп шешеміз. Яғни x-дің 4 дәресі -16 тең емес 0-ге. Үшінші кедергі мынау жұп дәрежелі түбір болса, түбірдің астындағы өрнек x квадрат -9 үлкен немесе тең 0-ден. Міне осы жүйені шеше саламыз. Осы жүйені шешсек, жауабы бізде шығады 7-тен 8-ге дейін. Аның ең кіші мәні қанша? Осы жерде көп әріптестер шатасты. X-дің орнына 1 қойсақ 10 шығады, 2 қойсақ та 10 шығады, 3 қойсақ та 4 қойсақ та 10 шығады деп қателесті. Шын мәнінде жауабы 10 емес. Бұл есепті былай шығарар керек. Жалпы бұндай есептерді шығарған кезде, егер көбейтетін болсақ, мына үлкен мен кішісін көбейтеміз, иә? Және ортасындағы екеуісін көбейтеміз. Сонда екеуін көбейтіп болсақ, a тең, мына екеуісін көбейтсек x квадрат минус 5x қосылған 4 шығады. Мына екеуісін көбейтсек x квадрат минус 5x қосылған 6 шығады. Енді x квадрат минус 5x-ті минус 5x қосылған 4-ті бір t деп ойласақ, сонда бізден өрнегіміз шығады +2. +2 қосылған 10. Тез айтам деп тым қатты асып отырмын. t квадрат қосылған 2t қосылған 10. Енді мына бізде квадрат 3 мүше болғандықтан, квадрат 3 мүшенің біз білеміз, ең кіші мәні ол бос мүше боламайды, иә? Ең кіші мәні табу үшін екі түрлі тәсіл бар. Біріншісі, ол әрине төбесінің координатасы болсады. Немесе екіншісі, мынаны біз a деп ойласақ, бұны t-дан байланысты a деп ойлаймыз да, функцияның ең кіші мәніне зерттей саламыз. Функцияның ең кіші мәніне зерттеу үшін не істеуші едік? Әрине туындысын таба саламыз. a-дан туынды ала саламыз. a-дан туынды алсақ t бойынша 2t қосылған 2 болады. Осыны нөлге теңестірсек, t тең -1 шығады. Иә? Осы t тең -1 болатын болса, a ат -1-ді таба саламыз. a ат -1 тапсақ, -1-дің квадраты +1, азайтылған 2, қосылған 10. Жауабы 9 шығады. Яғни бізде ең кіші мәні 9 болады екен. Бұл есепте ортақ бөлімге беріп шатасқан әріптестер де болды. Өте әртүрлі пікірлер болды.
Өз есептің тұр айтып тұр. Бұл есеп қандай әдіс арқылы шығады? Әрине жаңа айнымалыны енгізу арқылы, иә. Мына x квадрат қосылған 2x қосылған 1 дегеніміз, ол дегеніміз x қосылған 1-дің квадраты, иә. Осыны t деп жаңа айнымалы енгізіп болсақ, бізде t бөлінген t плюс 1 қосылған t қосылған 1 бөлінген t қосылған 2 тең 7 бөлінген 6 деген жаңа теңдеуіміз шығады. Осы теңдеуді шығатын болсақ, бізде t-ның 2 жауабы шығады. Енді рационалды теңдеуді шешу білесіздер, мамырсын ескересіздер де, ортақ бөлімге келтірсеңіздер, бір түбірі 1, екінші түбірі минус 8 бөлінген 5 шығады, иә. Осыны әкеп орнына қоя саламыз. Әрине бізде t дегеніміз x плюс 1-дің квадраты болғандықтан бізде t тек қана оң сан болады. Сондықтан мына түбір жарамайды, бізде мына түбір ғана жарайды. Яғни x қосылған 1-дің квадратын бірге теңестірсеңіздер, бұл жерден 2 түбір шығады екен. Енді ашып жіберуге де болады, немесе плюс минус 1 деп теңестіре салуға да болады. X қосылған 1 тең 1-ге, x қосылған 1 тең минус 1-ге деп шығарсақ, бізде шығады 2 жауап. x1 тең 0, x2 тең минус 2 деген жауап шығады. Бізде 2 жауапта қанағаттандырады, жауабы 0-да минус 2 болады екен. Міне осы жауап толық жазылғандыр, бағаланды. Оны осы стандартты табыңыз. Мен өзім оқушыларыма да бәр уақытта үйретемін. Сіздерге де прогрессия тақырыбын өткен кезде айтқанмын. Бір-біріне ауысатын прогрессиялар болған кезде бұл есептер шығады дедім. Әр уақытта ортаңғы мүшесінің қасиетімен. Яғни бізде шыққан мүше арифметикалық прогрессия болғандықтан шыққан тізбек. Арифметикалық прогрессияның ортаңғы мүшесінің формасын пайдаланамыз. Арифметикалық прогрессияның ортаңғы мүшесінің формасы қалай еді? Ортаңғы мүшесі тең екі шеткі мүшесінің қосындысының жартысы. Немесе екіні жаққа көбейтіп жіберуге болады. Міне осы формуланы пайдаланамыз. Яғни алғашқы 3 сан үшін мына ортаңғы мүше болады, соңғы 3 сан үшін мына ортаңғы мүше болады. Сонда алғашқы 3 сан үшін мына ортаңғы мүше етсек, мына 2 көбейтсем, 2 көбейтілген v1q азайтылған 1 тең v1 азайтылған 11 қосылған v1q квадрат азайтылған 3 болады. Мына алғашқы 3 сан үшін. Енді соңғы 3 сан үшін 2 көбейтілген v1 q квадрат азайтылған 3 тең болады v1 q минус 1 қосылған v1 q куб минус 1 болады, Енді идеясын түсіндіңіздер ғой, Яғни ортаңғы мүшесі екі шеткі мүшесінің қосындысының жартысына тең. Немесе екі еселенген ортаңғы мүшесі екі шеткі мүшесінің қосындысына тең. Осы жүйені ашып шығарсақ, бізде мынандай өрнектер шығады екен. Мына ашайық, өйткені шығар жолы сәл кішкене қызығырақ. 2 v1 q азайтылған 2 тең v1 қосылған v1 q квадрат азайтылған 14 болады, үсті. Екіншісі болды 2 v1 q квадрат азайтылған 6 тең v1 q қосылған v1 q куб азайтылған 10 болады. Енді осыны шамдасақ, бізде мынандай өрнек шығады екен. 2 v1 q азайтылған v1 жақшан сатына шығарсам 1 плюс q квадрат тең минус 12 және 2 v1 q квадрат азайтылған v1 q 1 плюс q квадрат тең минус 4 шықты, Так. Астынан үстіне v1 жақшан сатына шығар жерім. Ектен өдінде v1 шығар жерсем, менде болады 2q минус 1 минус q квадрат тең минус 12. Астынан v1 шығар жерсем, 2q квадрат минус q куб тең минус 4. Міне. Енді үстін астынан бөле салам. Өйткені v1-ге қысқарата q-лар ғана алады сол кезде. Үстін астынан бөлетін. Минус 2 ар жаққа плюс болып барса, минус 14 плюс 12. Үстін астынан бөле жерем, сонда менде мынандай болады екен. Үстін астынан бөлейін, және ең үлкен дәрежені алды плюс болу үшін минус 1-ге көбейтейін. Сонда былай болады екен, q квадрат минус 2q қосылған 1 бөлінген q
q көбейтілген q квадрат минус 2q қосылған 1 тең 3-ке болады екен. Сонда алым мен бөлім қысқартып жесек, q тең 3-тен 1 шыға салады. q тең 3-тен 1. Е? q-ның орнына алып кеп мына жерге 3-тен 1-ді қоятын болсам, v1 көбейтілген 2 көбейту 3-тен 1 минус 1 көбейтілген минус 3-тен 1-дің квадраты тең минус 12 деген теңдеуді шешсем, оштен v1 шығады екен бізде. v1 бізде 27 шығады екен. v1 27 шығатын болса, v2-міз тең болады. 27-ні 3-тен 1-ге көбейтеміз. 9. v3-міз болады 3. И v4-міз тең болады 1 болады екен. Бізден тапсырма алғашқы 4 сан табыңыз болды. Алғашқы 4 сан жауабын жазып қоям. Жауабы 27, 9, 3, 1. Міне осы 4 сан болады екен алғашқы. Яғни есептердің жауабын жазған кезде міндетті түрде сұрақтарын қайтадан оқыған маңызды. Енді алымындағы логарифмнің квадраты, мынаның барлығының квадраты болғандықтан, ол квадрат 10 сан болғандықтан бізде бөлшек оң болу үшін бөлімінде оң болу керек. Алымынан бәрі санның квадраты 10 сан ғой. Сондықтан үлкен емес тең болу үшін бөлімі, яғни x квадрат минус 7x қосылған 12 үлкен нөлден болса жеткілікті. Және логарифмнің өзінің анықтау болысын ескере салам, x квадрат минус 16 үлкен нөлден. Міне осы жүйені шешетін болсақ, әрине мен шығару жолында алымын нөлге тең жағдайында ескеріп қойдым, бірақ ол нөлге тең болуымен ол таңбаға ешқандай әсер етпейді. Осы екі теңсіздікті шешсек, мынау плюс минус 4-тің екі жақ шеті болады. Так, 3-те 4 болды да, екеуінің екі жақ шеті болды, Сонда барлығы бәрібірде шығару несі жауабы, екеуінің қиылысуы минус шексіздіктен минус 4-ке шейін бірігу 4-тен плюс шексіздікке дейін. Дұрыс, жауап осы болды. От келесі өте қызық есеп болды. 7-ші есеп. 96 бөлінген v қайық қосылған v ағыс плюс 96 v қайық минус v ағыс тең 14-ке. Екінші теңдеуі болады 96 бөлінген v қайық қосылған v ағыс. Және ол 24 км, адам 24 км жерде қайықты кездестіргендіктен ол қайта жолда, значит, 72 км деген сөз. 72 бөлінген v қайық минус v ағыс. Тең 24 бөлінген v ағыс. Біз білеміз, салда жылдамдық жоқ. Сал деген ол тек қана ағыстың жылдамдығымен жүреді. Ағыс қаншалықты жылдамдықпен итерсе, соншалықты жылдамдықпен жүреді, Осы теңдеулер жүйесін шешу керекпіз. Бұл теңдеулер жүйесін қалай шешкен тиімді? Бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін екеуін азайта саламыз. Не үшін азайтамыз? Мына екеуі жойылады. Мына екеуін азайтсақ 24 болады, 24 бөлінген v қайық минус v ағыс тең 14 минус 24 бөлінген v ағыс болады. Содан кейін мына екінші теңдеудің өзін жеке тағы да шешіп аламын. Екінші теңдеудің өзін мынаған жүйелетін екінші шешем. Бірақ барлығы 24-ке қысқарады мына екінші теңдеуде. Барлығын 24-ке қысқартып жесем, сонда менде былай болады мына екінші теңдеуім. 4 бөлінген v қайық плюс v ағыс қосылған 3 бөлінген v қайық минус v ағыс тең 1 бөлінген v ағыс. Келісесіздер, Бірінші теңдеуде екеуін азайтып тастадым, екінші теңдеуде мынаны өзін 4-ке бөліп жібердім барлығын. Енді осы екінші теңдеуді соңына дейін шығарам. Осы теңдеуді соңына дейін шығарсам, мынаған v қайық минус v ағыстан берем. Мынаған v қайық плюс v ағыстан берем. Және көбейту v ағыстан тағы екеуісіне берем. Мынаған v қайықтың квадраты минус v ағыстың квадратынан берем. Келісесіздер, Сонда менде мына теңдеуім былай болды. Мен осы екінші теңдеуді шығарып алайын. 4v ағыс көбейтілген v қайық минус v ағыс қосылған 3v ағыс көбейтілген v қайық плюс v ағыс тең v қайықтың квадраты минус v ағыстың квадраты болады. Түсінікті, құр ортақ бөлім бере салдым. Енді бәрін ашамын. 4v ағыс көбейтілген v қайық
минус 4v ағыстың квадраты қосылған 3v ағыс көбейтілген v қайық плюс 3v ағыстың квадраты бері жазайын, минус v қайықтың квадраты плюс v ағыстың квадраты тең 0. Енді ықшамдайық барлығын. Барлығын ықшамдайтын болсақ, 7v ағыс көбейтілген v қайық. V қайық жақшаны сатына шарасым 7v ағыс. V қайық тең 7v ағыс болады. Так, сонда басынан парк қоятын болсақ, 24 бөлінген 6v ағыс болады. Тең 14 минус 24 бөлінген v ағыс. Енді ана жаққа лақтыр жайын, екеуін қысқартып тастайын. Сонда 4 бөлінген v ағыс қосылған 24 бөлінген v ағыс тең 14 болады. Сонда 28 бөлінген v ағыс тең 14. Оштен v ағыс тапсақ 28 бөлінген 14 болады. 28-14 көрсем 2 болады. V ағысымыз сонда бізде 2 километр сағат. Енді осы v ағысты орнына кеп қоятын болсам, v қайығым тең 2 көбейту 7 14 километр сағат болады екен. Жауаптар осы екеуі. Бізден бірінші қайықтікін сұрады, екінші ненікін сұрады, ағыстыкін сұрады, сондықтан жауабы бірінші қайықтыкін жазам. 14 километр сағат және 2 километр сағат болады. Әрине бұл әдеттегі біздің шығаратын иррационалды теңдеу емес. Екі жағын квадраттай алмаймыз, себебі квадратсаға x-тің дәрежелері бәрібір қалып қалады. Оны не істейтінімізді білмейміз. Жалпы мен бұны ең бірінші жасамаған кезімде сөйтіп квадраттап көрдім. Енді ол кезде білмеймін ғой есептің шығару жолын. Квадраттаған кезде екеуің не байқаймыз осын квадратсақ қазір? Екеуі бір-бірінің түйіндес екенін байқаймыз, иә? Мына екеуін көбейтсек бір болады. Жалпы сондықтан мен оқушыларға былай үйретемін. Давайте мына екеуін бір-біріне көбейтіп көрейік деп. Мына екеуін бір-біріне көбейтсек 3 минус 2 түбір асты 2 x дәрежесі көбейтеміз 3 плюс 2 түбір асты 2-нің x дәрежесі, иә? Мына x дәрежесі ортақ болғандықтан жақсының сыртына шығарып жіберуге болады. Екеуі ортақ түбірде болғандықтан түбірде ортақ түбірге алып бүйтіп жасауға болады, иә? 3 минус 2 түбір асты 2 3 плюс 2 түбір асты 2-нің x дәрежесі деп ойласақ болады, иә? Мына екеуін көбейтсек, бұл a плюс b, a минус b болғандықтан a квадрат минус b квадрат 9 минус 8 1 шығады. Яғни түбір астында 1-дің x дәрежесі, біз білеміз 1-дің кез келген дәрежесі 1-ге тең. Бұл бізге не береді? Бұл бізге не береді? Қандай сандардың көбейтіндісі 1-ге тең? Өзара кері сандардың. Яғни мына екі өрнек бір-біріне өзара кері сан екен. Ажырағаннан кейін зумды жалғастырсашы. Яғни өзара кері сан болатын болса, мен бірінші 3 минус 2 түбір асты 2 x дәрежесін аға теңестіре саламын. Ендеше 3 плюс 2 түбір асты 2-нің x дәрежесі ол 1 бөлінген a болады. Міне осындай қарапайым айнымалы теңестірсем, мен теңдеуім өте жеңіл шыға салады. Яғни a қосылған 1 бөлінген a тең 6 деген теңдеу шығады, иә? Бұл жердегі a-ны тең емес теңдеу бәрін аға көбейтіп жіберемін. Мұндағы тең емес нөлге бәрін аға көбейтіп жіберсем, a квадрат минус 6a қосылған 1 тең 0 түріне келеді. Дискриминант тауып, абырай екісін табамын. Дискриминант тапсам 36 минус 4 32 a1 2 тең болады. 6 плюс минус 36 32 дегеніміз 4 түбір асты 2 ма? 4 түбір асты 2 бөлінген 2. Сонда 3 плюс минус 2 түбір асты 2 болады. Енді алып келіп орнына қоя саламын. Мен а деп мынаны алдым өрнекті. Яғни 3 минус 2 түбір асты 2. Мен түбір астысын бүйтіп алсам, x бөлінген 2 дәрежесі алсам, иә? Болады ғой. 3 плюс 2 түбір асты 2 мен теңестірсем, мен мынау 3 минус 2 түбір асты 2-ге кері сан екен білем, сондықтан мен бұны бүйтіп жасаламын. 3 минус 2 түбір асты 2-нің минус 1 дәрежесі деп жасаламын, иә? Екеуі өзара кері сан. Сонда бұдан шығады x бөлінген 2 тең минус 1, яғни x бірім тең минус 2 екені шығады. Тура сол екіншісін теңестіретін болсам, 3 минус 2 түбір асты 2-нің x бөлінген 2 дәрежесін 3 минус 2 түбір асты 2 теңестірсем, бұның дәрежесі 1 деп ойлаймын, сонда x бөлінген 2 1 шықса, x 2 2 шығады. Жауабы 2-де минус 2. Бұл есепті біздің олимпиада шығарған әріптестер 2 деген түбірін тапқан әріптестер болды. Наугад 2 екенін тауып, x нөліне 2 қойып шығарған әріптестер болды. Әрине олардың бәріне 0 балл қойылды.
кездейсоқ қораптан бір қызыл шар алынуының екінші қораптан шығу ықтималдығы, иә? Яғни ықтималдығы былай болады. P-ата тең. Бізде 4 қорапша болғандықтан 4-еуісінен 1-еуісін алу ықтималы 4-тен 1 болады. 4-тен 1-ді көбейтеміз. Бізге именно екіншіден алу керек. Екіншіде біздегі барлығы 7 шар, иә? 7, содан біз алу керекпіз. Қызыл, ол қызыл 5-еу ғана. Осы жер түсінікті ғой, иә? Енді ары қарай каждыйын шығарамыз астында. Енді ол қызыл, жалпы қызылдарды алу ықтималдығына, мынау бізге керек ықтималдық. Енді жалпы оқиған ықтималдығына береміз. Жалпы оқиған ықтималдығы, ол қызыл бізде біріншіден де шығуы мүмкін, екіншіден де шығуы мүмкін, үштен де шығуы мүмкін, төрттен де шығуы мүмкін. Жалпы ықтималдыққа бөлеміз. Сонда ол былай болады. Біріншіден шығу ықтималдығы 4-тен 1 көбейтілген 7-тен 4 плюс екіншіден шығу ықтималдығы 4-тен 1 көбейтілген 7-тен 5 қосылған үшіншіден шығу ықтималдығы 4-тен 1 көбейтілген 7-тен 2 мынау 7 қосылған и төртіншіден шығу ықтималдығы 4-тен 1 көбейтілген 7-тен 3. Не үшін 4-тен 1 екенін түсіндіңіздер, иә, әріптестер? Енді алымдағы 4-тен 1-лермен бөлімде 4-тен 1-ді шығарып, қысқартып жүріп, мынаны общий алым бөліміне бөлетін болсақ, бізде 14-тен 5 деген шығады екен. 14-тен 5. Бұл есептің дұрыс жауабы да 14-тен 5. Яғни қызыл шардың екінші қораптан шығу ықтималдығы 14-тен 5. Мынау былай ғой. Барлық сан 7 ғой. Мынанда барлық сан 7, мынанда барлық сан 7, мынанда барлық сан 7. Сонда қызыл шығу ықтималдығы 7-ден 4, мынанікі 7-ден 5, мынанікі 7-тен 2, мынанікі 7-тен 3. Және ол 4 қорап шығады, 4 қорап болғандықтан біреуісінен шығу ықтималы 4-тен 1-ге көбейтеміз. Осы екеуісіне ортақ жанаманың теңдеуін жазыңыз дейді. Мен екеуісінің, енді қазір скандан жасап жүрем, екеуісінің суретін де сақ қойдым. Екеуісінің жанамасы біреу болғанмен, x0-дары әртүрлі болатынын көрсетіп қойдым суретке. Ол енді түсіндіру үшін. Ал шын мәнінде маған оның суретін ештеңкесін керегі жоқ, мен бүйтіп ойладым. Айталық, бірінші жанамаға x тең x1 нүктесіне жүргізілсін жанама. Айтады бір x1 деген нүктеде. Екінші функцияға x тең x2 деген нүктеге жүргізілсін. Бірақ екеуісіне де жүрганда, в конце екеуісінде ортақ жанамасы болғандықтан y-тен kx плюс b шығады. Келісесіздер ғой? Мынау міне ортақ жанаманың теңдеуі шығады. Y-тен kx плюс b жанамалы түзу болғандықтан жанаманың теңдеуі ол түзудің теңдеуі болады. Енді мен алдында қарапайым өзіміздің жанамамыздың теңдеуіне салдым. Жанаманың теңдеуі қалай еді? Y-тен f от x0 қосылған f' от x0 көбейтілген x минус x0. Иә? Келісесіздер ғой? Мынау жанаманың теңдеуі. Жанаманың теңдеуі. Мен алып барымда бүйтіп ойладым. Айталық x1 дегеніміз қандай бір айнымалы болсын, дедім де соның жанамасын жаздым. Давайте мынау үшін жанаманың теңдеуін жазайық. Қалай болды сонда? Бірінші y от x1-ді қоямыз, иә? Дұрыс па? Сонда x1-дің квадраты минус 5x1 қосылған 6 болады. Екінші туындысын алам, y'-тен 2x минус 5 болады. Енді соған апарып қоям. Сонда y' от x1-міз тең болады, 2x1 азайтылған 5 болады. Келісесіздер ғой? Мынау менде f от x0. Мынау менде f' от x0. Келісесіздер, е? Енді алып кеп жанаманың теңдеуіне қоя салам. Сонда менде мынаның жанамасы болады y'-тен f от x0 деген мынау. x1-дің квадраты минус 5x1 қосылған 6 плюс f' от x0, ол дегеніміз мынау. 2x1 минус 5 көбейтілген x минус x0. x минус x0 дегеніміз бізде x1, е? Келісесіздер ғой? Енді осыны аша салдым. x1-дің квадраты минус 5x1 плюс 6. Мынаны бүйтіп жасалдым. Қосылған 2x1 минус 5 көбейтілген x. Және маған каждый x1-ге жеке-жеке көбейтіп салдым. Минус 2x1-дің квадраты плюс 5x1 болады. Тең. Мынау менде k болады қазір. Осын бірінші жазып қойын. 2x1 минус 5 көбейтілген x жазып қойын. Қалғандарын ақшамдайым. Так. Мұнан бәрі менде бос мүше. Осы бос мүшелерді ақшамдайым. Ақшамдасам менде так болады минус x1-дің квадраты. Мұна екеуі жойып кетеді, е? Плюс 6 бола ма?
Дұрыс шығардым, иә? Так. Дұрыс шығардым. Енді тура сол екінші теңдеуін жаздым. Екінші функциясын жазайын, тұрыш. Так. Y ат x2 жаздым. Бұл дегенімізден x2-ның квадраты қосылған x2 қосылған 1. Бұл да тағы да бізде f от x 0. Енді туынысын табам екінші y штрих. Ол дегеніміз 2x қосылған 1 болады. Енді y штрих от x2-ні қоям. Ол 2x2 қосылған 1 болады. Мынау менде f штрих от x 0. Енді теңдеуін жазам жанаман тағы да. Y-тен f от x 0 ол мынау. x2-ның квадраты қосылған x2 қосылған 1 плюс f штрих от x 0 ол мынау. 2x2 қосылған 1 көбейтілген x минус x2 болады. Тағы да мынау сияқты ықшамдаймын. x2-ның квадраты қосылған x2 қосылған 1 қосылған 2x2 қосылған 1 көбейту x. И мынаны жеке-жеке ашам. Минус 2x2-ның квадраты минус x2 тең. x2-лер тағы да жойып кетеді. Сонда мынаны касын бірінші жазсам 2x2 қосылған 1 көбейтілген x. Мына екеуін жазсам минус x2-ның квадраты қосылған 1 қалады. Түсінікті, иә? Енді есептеулері сандар ұзақ болғанмен, сол f от x0 плюс f штрих от x0 көбейтілген x минус x0 жаздым. Так, сонда менде екінші теңдеуім болды. Так, x2 квадрат минус 1 плюс 2x2. Иә. Енді мына екеуде бір жанаман теңдеу болғандықтан, онда каларына тең. Бос мүшелеріне тең. Келісесіздер ғой? Дедім де теңестіре салдым екеусін. Яғни 2x1 минус 5 тең болады 2x2 плюс 1. Содан бос мүшелері минус x1-дің квадраты қосылған 6 тең минус x2-ның квадраты қосылған 1. Осы жүйені шеше салдым. Осы жүйені шешіп едім, мен мынаны шешу қатты қиын емес. Мынаны бері алып келсек, x1 минус x2 тең 3 шығады ұмытпасам. Мына біріншіден, x1 минус x2, иә? x1 минус x2 тең 3 шығады, бұдан шығады x1 тең 3 плюс x2 шығады. Осыны алып кеп, мына x1-ден орнына қоясаңыздар, қарапайым квадрат теңдеу шығады. Жауабы бізде қазір мен x2-ні тауыппын, x2-ім шықты, x2-ім тең бопты, менде минус 2 бөлінген 3 шығыпты. Маған x1-ді тапсам да, x2-ні тапсам да айырмашылығы жоқ, біреусін тапсам болды. Осыны алып келемін де x2 болғандықтан мына екінші жанаманың теңдеуін алып кеп қоя салам. Міне, мынаған. Осыны орнына қоясам, сонда менде шығады y-тен, мынаны өздеріңіз қойып ықшамдап алыңыздар. Сонда жанаманың теңдеуі былай шығады екен, y-тен минус 3-тен 1 x қосылған 9-дан 5 шығады екен. Мынау екеуінің ортақ жанаманың теңдеуі. Өтті әдемі есеп. Сонда мынаған бөлсем, 0-дан 1-ге шейін 3 плюс 2x қалады. Келісесіздер ғой? dx. Қосылған интеграл 0-дан 1-ге шейін. Мынаған бөлсем, 1 бөлінген түбір астында 3 минус 2x қалады. dx. Келісесіздер, иә? Осының бәрін мынаның алғашын таба салайық. 3x қосылған x квадрат. Шекарасы 0-дан 1-ге шейін қосылған мынаныкі алымда бөлімді 2 көбейтеміз. Сонда 2 көбейтілген түбір астына болады. Бірақ x-ның алда коэффициент минус 2 болғандықтан көбейтеміз еще минус 2-ден 1-ге, иә? Шекара 0-дан 1-ге шейін. Дұрыс айттым ғой, иә? Осының бәрін ықшамдасақ, бізде жауап былай шығады екен, 3 плюс түбір асты 3 шығады екен. Бұл есепті біздің жобаға қатысушылардың бәрі шығарған шығарсыздар. Бірақ аяғында қателескен шығарсыздар. Біздің көп әріптестеріміз сияқылды. Әрине, сол жағы екеу көбейтіліп тұр. Бұны косинус альфа көбейтілген косинус беттаның формасы салсам, сол кезде бізде шығады косинус 6x қосылған косинус 4x
X-ін мына жаққа көбейте саламын. Тең 2 косинус 4x, е? Келесіздер ғой? Мынаны беріп келсам, сонда косинус 6x азайтылған косинус 4x тең 0 шығады. Мынаны косинус альфа минус косинус беттаға салсам, менде шығады минус 2 синус 5x синус x тең 0-ге. Әрине әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестірсем. Минус 2 0-ге тең емес, сондықтан синус 5x-ті 0-ге теңестіремін. Және синус x-ті 0-ге теңестіремін. Мына жерден 5x шығады пи k-ға, k тегіс z-ке. Бұдан x біріміз шығады пи бөлінген 5 k-ға, k тегіс z-ке. Мына жерден x екіміз шығады пи n-ға, n тегіс z-ке. Көп әріптестер осылай шығарды, жауабын екеуін жазды, бал жоғалтты. Не үшін? Өйткені пи бөлінген 5k ол пи n-ның бөлгіші. Ал тригонометриялық теңдеулерде түбірлер бір-бірінің бөлгіші болатын болса, яғни мынаға мысалы қазір k-ға біз 1 берсек 5-тен 1 болады, пи бөлінген 5 болады, 2 берсек 2 пи бөлінген 5, 3 пи бөлінген 5, 4 пи бөлінген 5, 5 берсек пи болады. Яғни мынаның 1 рет аттаған қадамын мынау 5 рет аттайды. Осы кезде екі түбір бір-бірін бөлгіш болған кезде біз түбірлерін біріктірeceğimiz, яғни жауабына бөлгіші жазылады, кішісі. Яғни жауабы пи бөлінген 5k болды. K тегіс z-ке. Мына осы үшін тура осы соңына ішін алып кеп, мынаны жазбаған үшін әріптестер бал жоғалттыңыздар. X тең 2. Осы сызықтармен шектелген фигураны ауданын табыңыз. Әрине бұны ауданын табу үшін график сызылу керек міндетті түрде. График сызылмай шығарғандар тоже бағаланған жоқ. Себебі график сызылмаса біз білмейміз оны оң жағыма, сол жағыма. Өйткені 1 бөлінген x квадрат біз білеміз симметриялы мынандай график. Мынау 1 бөлінген x квадраттың графигі, білесіздер ғой? Келесі y-тен 0, y-тен 0 деген ол y сөзі. Келесі y-тен x деген ол түзуіміз. Мынау y-тен x түзуі. Мынау y-тен 1 бөлінген x квадраттың графигі. Келесі x тең 2. X тең 2 деген түзу мынау. Тағы да қайталайым. Y-тен x, y-тен 1 бөлінген x квадрат, y-тен 0, x-тен 2. Бұлардың арасындағы фигура ол әрине мына фигура. Кейбір әріптестер мынау деп шатасып жатты, мынау емес. Өйткені мынау болатын болса x өсі болмай қалады. Енді кейбір әріптестер мына екі функцияға байланысты шатасып жатты. Бұл екеуінде шатысатын ештеңе жоқ. Мынаны екіге бөле саламыз. Екі функцияның арасында ешқандай байланыс жоқ, тек қана қиылыс нүктесі. Яғни біреусі 3 бұрыш, екінші мына фигураның ауданы. Бұны ауданын табу үшін s-тен шекара 0-дан 1-ге шейін. Бірінші функция ол y-тен x dx. Қосылған екінші функциямыз 1-ден 2-ге шейін 1 бөлінген x квадрат dx. Болды, осыны тапсаңыз болады, жауап дұрыс шығады. Бұл қатты қиын есеп деп ойламаймын. X-тің алғашқысы x квадрат бөлінген 2 0-дан 1-ге шейін қосылған 1 бөлінген x квадраттың алғашқысы минус 1 бөлінген x болады, шекара 1-ден 2-ге шейін. Осылай шықты ма бәріңізде? Сонда жауабы 1 шығады екен. 1 квадрат бірлік. Кім тура осылай шығарды? 1 балық қойылды. Бұны шығарудың өзі мысалдың ішінде екі түрлі әдісі бар. Мен өзім мұны айтын бір әдіспен шығара салдым. Мен мұна өрнекті түрендіре салдым. Бүйтіп жасадым. 3-тің логарифм 3 негіз x-тің квадрат дегенді көбейту логарифм 3 негіз x деп ала салдым. Болады ғой? Ал біз білеміз, a-ның m көбейтілген n дәресі болса, a-ның m дәресі и көбейтілген n дәресі деп алуға да болады. Не үшін үйттім? Өйткені мынау 3 болғанда x түсе салады, x и дәресі мынау босады. Осы жер түсінікті ме бәріңізге? Арқа оп-оңай. Мынаны алып кеп, мынаның орнына қоя саламын. Сонда x-тің логарифм 3 негіз x дәресі, үшеу соған 10 қосам 2x болады, тең 162. Екі жағында 2-ге бөліп жүремін. Сонда x-тің логарифм 3 негіз x дәресі тең 81 болады. Әрине бір жағы айнымалы дәрежесінде логарифм болса, мен міндетті түрде екі жағын логарифмдеймін. Қандай негізге? Я 3 негізге логарифмдеймін. Енді логарифмнің қасиеті бойынша дәрежесі алдына түседі. Сонда логарифм 3 негіз x көбейту логарифм 3 негіз x болады. Ол логарифм 3 негіз x-тің квадраты,
Логарифм 3 негіз 81 дегеніміз ол 4-ке тең. Ендеше логарифм 3 негіз x-іміз 2-ге немесе минус 2-ке тең. Мына жерден x1-міз шығады 3-тің квадраты 9. Мына жерден шығады x2-міз 3-тің минус 2 дәресі 9-дан 1. Және ескере кететін жағдай, бізде басына берген өрнек мынау болғандықтан логарифм ішіндегі x-іміз үлкен нөлден. Бізде екеуі де нөлден үлкен. Енді екеуі де жауапты қанаттанады. Жауабы 9 және 9-дан 1 болады. Міне осы жауап дұрыс. АБ қабырғасын 3 бөлінген 7 қатынасындағы бөледі m нүктесі. Яғни мына жағы 3x, мына жағы 7x. Әріптестер, естеріңізге түсті ме осы есеп? ВЦ қабырғасын 6 бөлінген 4 қатынасында. Яғни мына жағы 6y, мына жағы 4y. И АЦ қабырғасының К нүктесі 3 бөлінген 7, мына жағы 3z, мына жағы 7z қатынасында бөледі. Соңында пайда болған МНК үшбұрыштың ауданын таңыз дейді. И бізде үшбұрыш АВЦ-ның ауданы бар болсам. S үшбұрыш АВЦ тең 100, е? Бізден сұрап тұр МНК-ны. АМ бөлінген АВ 3 бөлінген 10. Ендеше мынау 3x-те 7x болады, е? Ұмыт қалдыңыздар ма, алдағын айттым ғой. Мына бұрышты альфа деп алдым. Мына бұрышты бетта деп алдым. Мына бұрышты гамма деп алдым. АВЦ-ның өзіне қоя берсең ол? Разница жоқ. Енді АВЦ-ны мен өрнек деп алдым. АВЦ үшбұрыштың ауданының 2-ден 1 АБ синус альфа мен өрнек дейтін болса, менде былай шығады. 2-ден 1 көбейтілген мынау 10x көбейтілген 10z болады, е? 10x көбейтілген 10z көбейтілген синус альфа тең 100 болады. Мына екеуі бойынша алатын болсам, 2-ден 1 көбейтілген 10x көбейтілген 10y көбейтілген синус беттамыз тең тоже 100 болады. Мына екі қабырға бойынша алатын болсақ, 2-ден 1 көбейтілген 10y көбейтілген 10z көбейтілген синус гаммада 100 болады. Енді мына жерден бәрін ақшаны тапсам, так, 10-ды мына жақ бөлсем 100, и сонда 2 болады, е? Сонда менде шығады xz синус альфамызда 2 болады. xy синус беттамызда 2 болады. yz синус гаммамызда 2 болады. Бұл не үшін? Бізге мына кішкентай үшбұрыштардың аудандарын өрнектеу үшін. Енді мен қазір үшбұрыштың ауданын жеке табамын. S үшбұрыш AM, мынау К болсын. Кажется, К, е? АМК-ны табайық. АМК дегеніміз тең 2-ден 1, мына қабырғасы 3x көбейтілген 3z көбейтілген синус альфа. xz синус альфа менде 2-ке тең, ал кеп орнына қойсам, сонда 2-ден 1 көбейтілген 3 көбейтілген 2 болады, е? 9 бола ма? Дұрыс па? S үшбұрыш, енді мынаны өрнектеймін, VMN-ді. Ол да 2-ден 1 көбейтілген 7x көбейтілген 6y көбейтілген синус бетта. xy синус беттада менде 2-ке тең, ал кеп орнына қойсам, 2 мен қысқарады, 7 көбейтіп 6, 42 шығады. Келсесіздер ғой, е? S үшбұрыш, мына үшбұрышты өрнектеймін. SKN. SKN ол да болады 2-ден 1 көбейтілген мына қабырғасы 7z көбейтілген 4y көбейтілген синус гамма. xy синус гаммамызды бізде 2-ке тең, ал кеп орнына қойсам, 2 мен қысқарады, 7 көбейтіп 4, 28 шығады. Міне менде 3 үшбұрыштың аудандары шықты. Үлкен үшбұрышқа 100, енші ортасындағы табу үшін үшеуісін қосып 100-ден азайт сағам. Сонда іздерімді S үшбұрыш МНК тең болады 100 минус 9 қосылған 42 қосылған 28 шығады екен. Осының бәрін шығатын болсақ, жауабы 21 шығады, е? Дұрыс па? Жауабы 21 шығады екен.